Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін 3 наурыз күніне болжам. Бүгінгі күнде металл ян белгісі ақша шығаратын күндеріңіз. Шаш қайдыруға жақсы, бірақ кеше феншуй бойынша кешегі марттың 2-сі шаш қайдыруға жақсы күн болғандығын. Бүгін енді болады. Денсаулыққа жақсы. Жол жүргенге де тілек тілеңіздер, міндетті түрде орындалады. Металл ян белгісі ақша шығаратын күндеріңіз. Бүгін дерево ян, металл ян, земля ян белгісіне асыл адам. Көмек сұрасаңыздар, міндетті түрде көмек беріледі. Және август айында сентябрьдің 7-сіне дейін туылғандар дәрігерден жолдарыңыз болады, либо витамин ішіңіздер, мен кеше БАДы ішіңіздер десем, біреу онкология тудырады, неге БАДыды айтасыз, мен білмеймін, қыздар, мен дәрігер емеспін. Осы айда шыққан жылы картасында декабрь айында туылғандар сіздерге наказание нелуге жүреді, жала жабылуы мүмкін, шамалы стрессовать етесіздер осы ай, және шамалы қояны барлар. Енді бүгінгі күнде қояндарға стресс сәл тағы ұрыспаймыз, бірақ күннің соңында бір недвижимостьке қатысты, ақшаға қатысты, либо бір нәрсе қуануларыңыз әбден мүмкін. Сол және агония земляйын белгісі де ашулануларыңыз мүмкін. Бүгінгі күн негізі энергиясы ашулануға болмайды, аузымызды жабамыз, мынау ораза айында, рамазан айында тамақтан тыйылып жатсақ, дәл солай ауыздан да сөзден де тыйылуымыз керек. Күндеріңіз өте сәтті өтсін, қыздар.